Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айкерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда дәмі ауызда еритін өте керемет және де сатылымға шығарып табыс таба алатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл самса бізде ұйғыр самсасы деп аталады. Ең алдымен біз қамырын дайындап алатын боламыз. Қамыр үшін бізге ұнымыз және де бөлме температурасындағы осындай сары майымыз қажет болады. Екеуін біріктіріп, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Ұн мен майды араластырған кезде дәл осындай үгітілмелі болып тұру керек, достар. Араластырған ұнымызды бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі осы ұнның үстіне қосып илетін сұйықтығымызды дайындайтын боламыз. Сұйықтық үшін бізге осындай бөлме температурасындағы суымыз қажет. Оның үстіне бір дана жұмыртқамызды салып алатын боламыз және де тұзымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Енді осының үстіне қаймақ салатын боламыз. Мен сіздерге астына толық рецепті қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептпен таразыға өлшеп қоссаңыздар, достар, сіздердің де қамырларыңыз дәл менікіндей болып шығатын болады. Енді осы дайындаған сұйықтығымызды ұнымыздың үстіне салып, қолымыздың көмегімен біркелкі етіп жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей достар, менің қамырым қолға жабыспайды, өте жұмсақ, керемет болып тұр. Енді осы дайын болған қамырымды мен салафаныма салып, кішкене тоңазғышқа қалдыратын боламын. Осы жерде сіздерге бір айта кететін жайт, бұл қамырды егер самса жасайтын болсаңыздар, бір күн алдын ала жасап, тоңазғышта сақтап қойсаңыздар, дәмі деген өте керемет болып, майы қамырымызға жақсы сіңіп тұратын болады. Енді біз, достар, самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына өз қалауларыңызша кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Менде мына жерде ет пен пияз, яғни қалауларыңызша тұзын, бұрышын салып, жақсылап дәл осылай араластырып алатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды дәл осылай бір бөлікпен жайсаңыздар да болады, немесе ыңғайлы етіп мен секілді екі бөлікке бөліп жайсаңыздар да болады, достар. Екі зуаламызды екі бөлек жайып алатын боламыз. Екіншісі кеуіп қалмау үшін салафанымызға аузын жауып жақсылап салып қоятын боламыз. Бұл бізде өте жұмсақ және де ұнды қатты қажет ететін қамыр. Қамырымызды жұқа етіп жайып, үлкейтіп алатын боламыз. Жайылған қамырымыздың ортасына сары майымызды жұқалап жайып шығатын боламыз. Майымызды жағып, қамырымызды орайтын боламыз. Ораған кезде қамырды өздеріңізге тарта отыра орайтын боласыздар. Ораймыз, тартамыз, яғни ораймыз, тартамыз, достар. Оралған қамырымызды салафанымызға салып, тоңазғышқа жіберетін боламыз 1 сағатқа. Және де дәл осылай келесі қамырымызды да үлкейтіп орап шығатын боламыз. Біздің бірінші жайған қамырымызға 1 сағаттай болды. Тоңазғыштан шығарып, дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Және де, достар, сіздерге айта кететін жайт, егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, осы қамырларыңыздың әрқайсысын 35 граммнан жасасаңыздар болады. Әрқайсысын 35 граммнан жасаймыз. Дәл осылай үлкейтіп аласыздар. Сатылымға шығарған кезде бұның бір штугының өзі 180-200 теңгедей болады. Қамырымыздың барлығын кезек-кезегімен осылайынан домалатып жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне салмасын салатын боламыз. Салмасының да әрқайсысын дәл осылай өлшеп алсаңыздар да болады. Салмамыз бізде 35 грамм болу керек, достар. Егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, дәл осылай есептеп шығарсаңыздар болады.
Самсамыздың формасын дайындайтын боламыз. Формасын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады, достар. Немесе дәл мен секілді видеодан қайталап бірге бір жасап шықсаңыздар да болады. Дайын болған самсаларымызды листімізге орнатамыз. Кезек-кезегімен дәл осылай тұрғызып қойсаңыздар да болады, немесе жатқызып қойсаңыздар да болады, достар. Дайын болған самсаларымызды дәл осылай кезек-кезегімен формамызға орналастыратын боламыз. Өз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Мен осылай тұрғызып қойдым. Және де осылардың үстеріне жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз, достар. Самсамызды отқа салмастан бұрын біздің газымыз осы уақытта қызып тұру керек, достар. Ал сәндік үшін самсаның бетіне өз қалауларыңызша кунжуттан, мактан сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей, достар, біздің самсамызда дайын. Енді осыны қызып тұрған отта 190 градусқа 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің отының қызуы әртүрлі, сол себептен де сіздер беті қызарып піскенше ұстасаңыздар болады. Мінекей, достар, менің самсамда пісті, өте керемет, сондай жұп-жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де қонақтарыңыз келгенде ұятқа қалдырмайтын самсаның рецепті, достар. Ал, достар, егер менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын.